Selamun aleyküm. Utbe deйтін sahabi болған. 4 әйел болған. 4 әйелінің бірі Асым деп аталатын әйелі бар еді. Сол әйел айтады: біз Utбаның 4 әйелдері ең жақсы, ең хош иісті пайдалануда жарысатын едік дейді. Бірақ та Utба ешқандай бір хош иіс пайдаланмаса да, біздің пайдаланған ең хош иістерден де артық хош иісі бар еді дейді. Далаға шыққанда да адамдар иіскегенде бұдан да артық хош иіс иіскеген жоқпыз деп айтатын еді. Өзінен сұрадым себебін. Сөйтіп маған айтты: денеме бір қышыма жара шыққан еді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға барып айтып едім. Пайғамбар саллаллаху денеңді аш деді, шешін деді. Сөйтіп екі алақанын жайып, аз селекеймен үрлеп, дем салып, денеме сипалады. Содан кейін осы хош иіс пайда болды дейді маған.